Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте керемет бір пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Творожный пирог, сүзбелі пирог. Ауыздарыңызға салса еритін өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттарымыз сары май, бөлме температурасында немесе ерітіп алынған жұмыртқа, қант, ұн және қопсытқыш қамырына қажет болады. Видеода көріп отырғандай, сары майымды, жұмыртқамды және қантымды қосып жақсылап араластырып аламын. Венчиктің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Мен шанышқының көмегімен араластырып жатырмын. Енді барлығы араласып біркелкі болғаннан кейін үстіне ұнымыз бен қопсытқышымызды қосып саламыз да араластырамыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Мінекей, алдында шанышқымен, артынша қолымен қамырымды илеп алдым. Осындай жұп-жұмсақ қамыр шығады. Енді үйдегі бар форманың астын майлап, немесе мен сияқты пергамент қағазын жайып, қамырымызды жайып шығатын боламыз. Менің формамның диаметрі 26, менікі үлкендеу болып шықты. Егер де сіздердікі диаметрі төмен болса, сіздердікі керісінше биіктеу болып шығады. Қамырымызды астына, жан-жағына бәрін жайғастырып, қолымызбен тегістеп, артынша шанышқының көмегімен әрбір жерін бірдей пісу үшін тескілеп шығамыз. Әдемілейміз. Дайын болған қамырымызды ортасын салмасын әзірлегенше тоңазытқышқа, яғни холодильникке қоя тұратын боламыз. Ендігі кезекте ортасына салмасын әзірлейміз. Бізге сүзбе творог қажет. Жұмыртқа және қант үшеуін біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Мен миксермен араластырдым. Сіздерде погружной блендер болса, соның көмегіне жүгінсеңіздер болады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеоларымды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Мінекей, біраз уақыт өткеннен кейін біздің сүзбеміз осындай күйге енеді. Міне біздің салмамыз дайын деген сөз. Енді жаңағы тоңазытқышқа салған қамырымызды алып, салмамызды ортасына салатын боламыз. Қалауларыңызша арасына жидек қоссаңыздар да болады. Мен жидексіз жасаймын бүгін. Барлығын салып, бетін тегістеп, қызып тұрған пешке 180 градуста шамамен 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пештеріңіздің қызу деңгейіне байланысты қарап отырыңыздар. Бетті біртекті болу үшін, біркелкі болу үшін кішкене бетіп сілкіп аламыз. Міне беті қызарып пісті уақыт өткеннен кейін. Өте әдемі, өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Толық суығаннан кейін бірақ босатамыз формадан. Бетін әсемдесеңіздер де болады, әсемдемесеңіздер де өте дәмді пирогтардың бірі. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын. Сау болыңыздар.